Ассаламу алейкум, назарда сол баяғы аман қалайсыңдар достар. Менде шындық айтқаннан бөлек өлең жағымда бар, өлең шығаратын әдетім бар. Осы мінекей ормандардың арасында отырып, міне кешкі уақытта жұмыс біткеннен кейін отырып өзім ойланып әндететінім бар. Енді бір әнімді айтып көрейін, мүмкін жұбай дауыста қалай болар екен. Бала күнім деген ән, бала күнде ғашық болған бір махаббат аруға ұмытылмастай жүректе қалып кетті атада деген бар ғой. Соны бір айтып қойсам қалай болады екен. Тыңдап көріңіздер, былай бағасын беріңіздер. Менің жүрегімде қазіргі менің махаббатым, үйлендім ғой, енді ол әйелім көріп жатса, бұл енді ескі махаббат деп ойла. Жиналған ағайын достарым, құлақ салып тыңдаңыз бәріңіз. Балалық шағымнан бір өскен, қара көз толысып бойжеткен. Ауылдың оқуын үзеге бітіріп, қалаға оқуға ол кеткен. Ауылдың оқуын үзеге бітіріп, қалаға оқуға ол кеткен. Арадан ай өтті, жыл өтті, қара көз хабарсыз ол кетті. Күндердің күнінде қара көз айымнан бір пара ақ қағазға жетті. Күндердің күнінде қара көз айымнан бір пара ақ қағазға жетті. Сонда мен қалдым ғой қуанып, жас жүрек қалды ғой жұбанып. Сондағы жазғаны бір пара ақ қағаз, сен мені ұмытыпты. Сондағы жазғаны бір пара ақ қағазға, сен мені ұмытыптың. Сүйгенді сағынбай бола ма? Сонда мен бардым ғой қалаға. Мен барсам қалаға, қара көз басқаны тауыпты, мен қалдым далада. Мен барсам қалаға, қара көз басқаны тауыпты, мен қалдым далада. Жігіттер байқаңдаршы ай, көп іздеп көп ойландар. Бұл күнде осы ғой махаббат дегенге ешқашан сеніп қалма. Бұл өмір өткелі сыймайды көктемі.